Декабрьнын 15-нде халкара чай күні кайдетіле. Білгеніміз кібі чай бучок адамларының севімлі ичімлігідір. Эбетте ешіл, қара, қырмызы чайлар ақында чок малюмат білген усталар да бар. Ләкіндек айры бір кішілер доғрыжа айтсақ чайға қимет кескен инсанлар декабрьнын 15-нде халкара чай күні кайд етілгенini білелер. Чай үстірілген мемлекетлерде есе шу байрамны пек севе екенлер. Böyle ажайы байрамының күтлемесі бір sıra халкара тешкілетларында істенілген екен. Бірінші халкара чай күні тамам декабрьнын 15-не тушты. Ләкин афіле дегіл. Мерақлысы шунда ки тамам декабрьнын 15-нде чай индустриясында çalışқан кішілерінің ақ укукларыны корчалаган Dünya декларациясы дерч олынды. Мерақлы фактлар. Dünya yüzünde 3000-ге якын чай чешетлері бар екен. Да, экспертлер айтқаны кібі тамам чайның теркібінде кофеинның барлығы қавеге баққанда чоқ екен. Эн бұйық чай коллекциясы ise Мажаристанда отырған Даниэль Сабо коллекционжысына айт екен. Оның коллекциясында 839 чай пакеті бар. Эн балабан чайникны ise 2016 сенесі Мароккодағы усталар яратқанлар. Шу чайник 1200 килограмм ағырлығында олған. Шу чайникте 1,5 литр чайны дамламақ мүмкін екен. Эн паалы чай Да Хум Пао адыны ташы. Оның 1 граммы $1,500 сатыла. Бутун мемлекетлер арасында Түркия башқалардан эн чоқ чай севген мемлекет кібі сайыла. Русия 4-нче ерні тута. Қытай ise тап 20-нче ерде тура.